мектебімізде бүгін үлкен іс-шара болып жатыр. Бұл жерде кешегі алған жеңістерімізді құттықтау марапаты. Бұл еңбектің барлығы оңай келген жоқ. Біздің дене шынықтыру мұғаліміміз Монетов Анатолий Геннадьевичтің арқасында сол кісінің ұйымдастыруымен осы гандбол ойыны, кешегі мына футбол ойынын алда дамытып жатқан жаңа жеңістеріміздің барлығы осы спортты өз деңгейіне қойып, өз талабына сай спортты бастауларындағы осы біздің жаңағы шәкірттеріміз. Сіздерге келешектегі үлкен жеңіс тілеймін. Спорт денсаулық кепілі демекші, дендеріңіз сау болып, биіктікте көріне беріңіздер. Мына жерде тек қана біздің мектебіміздің туын биіктете бермейді, тек біздің мектебімізді ғана емес, аудандық облыстық туларымызды өте биіктер көріне берсін. Биік белестерді ала беріңіздер. Орта мектеп ұжымы, осы ұжым басшысы Сәуле Науайқызы. Мынау білесіздер, 21 жыл осы мектептің шәкірттері гандбол спортымен үлкен көрсетіш көрсетіп жатыр. Соны біз ұжымның атынан келіп, кішкене марапаттап, сіздерге алғысымызды білдіруге келдік. Білесіздер, 2008 жылы оқушыларымыз Қазақстан чемпионатында 2-ші орын, 2009 жылы 3-ші орын, сонда күрдің жеңіп алды. Сонымен қатар Өзбекстанда өткен үлкен қатысымызды осы мектептің оқушылары 3-ші орынға ие болды. Оның арасында Астанада гандболдан 3 жылдық мектептер арасында жарыс өтті. Сонда біздің осы ұжымның дене тәрбие мұғалімі Анатолий Геннадьевич біз қазақ елінің ең үздік дене шынықтыру мұғалімі атанып жатыр. Еңбегі бір жағынан осы жастарды спортқа баулау арқылы осы оқушыларды қарап отыр. Қалғанда кіші балаларымыз спортпен айналысып, мына біздің еліміздің көк жалауын халықаралық ареналарда жеңілдете берсін деп сондай нәтижемен келіп отырмыз. Сондықтан награждение болмай тұрып, кішкене өзіміздің сый-сипатымызды бермесек. Түркістан облысы Мақтал ауданы Алдамбек даму бөлімі Әл-Фараби атындағы 48-ші мектеп директоры Сүндетова Сәуле Науайқызы. Сіз тәрбиелеп отырған мектеп оқушыларымыздың толық спортпен айналысып, Түркістан облысының құрама сапының өнім көрсетуде. Қазақстан Республикасының чемпионаттар мен халықаралық жарыстарда жеңімпаздар және жүлдегерлерді дайындауға қосқан үлесіңіз және болашақ ұрпақтардың салауатты өмір салтын насихаттаудың жемісті еңбегі үшін алғысымызды айта отырып, ұзақ өмір, бақыт пен денсаулық, әйел бақытын және егемен еліміздің даңқын арттыра беретін жас ұрпақты тәрбиелеуге жаңа табыстарға жетуге тілектеспіз. Мектеп директоры Алпұрзаев. Біздің оңыз Қазақстан құрамасымыз қазақ елінің жақсы спортшылар болып, жақсы тәрбиелі өнегелі азамат болып өсемесін. Рахмет. Спортшы қауым қонақтар, мына мырзаның шөлі қашанда киелі жүр ғой. Осы біздің мырзаның шөлінен олимпиада жүлдеге Мұхтар Қандар шыққан ауылдан неге Қазақстан Республикасы чемпионы шықпасқа? Мынау айтып отырған қолдағы спорт ойынын кенжелеп қалған спорт. Соны осында қалаған айтып өтпесек болмайды. Қазір зейнеткерлік пенсияға шыққан Ким Герасим Дүнденович ақсақалымыз болған, өзіміз пенсияға шығарып салған. Сол кісінің шәкірті мынау Анатолий бауырымыз, Жанғалиев осы жерде. Сол кісілердің салқын кеңесімен осындай жетістіктерге жетіп отырған. Барлығымызға құтты болсын. Абай, сізге үлкен рахмет. Осындай спортшыларды жасайсыздар беріп отырсыздар.
Құдай қаласа мынау жеткіншек спортшыларымыздың алатын асулары бұдан да биік болсын. Енді Құдай қаласа үлкен әлемдік аренаға шығару сізге жүктеледі енді бермеге. Құдай қаласа еліміздің абыройын асқақтатып, жоғары жерлерде көрсетсін. Рахмет. Мұстафаға кетуіне байланысты әдіскер ретінде мен жіберген болатын. Сол кісінің айтуымен бүгінгі марафон айта өткен болсам, Жетісай спорттық коммуналдық мемлекеттік мекемесі былтырғы 2021 жылдың мамыр айында құрылған болатын. Жалпы спорт түрі ауданымызда спорттың 10 түріне дамытылып жатыр. Соның айта отырсақ, Қазақстан Республикасының қолдауы жөнінен жастар арасында 2009 жылдар арасында 3-ші орынды жеңіп алған Машрафов Ардон Молдағагер марапатталды. Спорт мектебінің орынбасары Мұнтай Тезегенов. Келесі сәл осылай бәрінде марапатталған спортшымыз Райлық Түнқамет. Кәне, қосымша қойыңыздар. Және де марапатталған әрмен жалғастырамыз. Ендіге марапатталған бәрінде Шырдығыз Кенжебаев марапатталған. Дәл осы чемпионатта өз шеберлігімен көзге түсіп, командаласы дәл осындай мәртебеде Йорбек Дадаев марапатталды. Осы чемпионатта ерекше ойын өнерін көрсеткен Константин Мамедов марапатталды. Түркістан облысының нөмірі 2-ші олимпиадалық спорт мектебінің директорының орынбасары өнерлерін көрсеткен Нұрсұлтан Күлімжаев марапатталды. Асқан жеңілдігімен көзге түскен Айдос Бақыт марапатталды. Марапатталыңыз құтты болсын. Осындай халықаралық турнирде асқан жеңілдігімен көзге түскен Айеке Әлібаев марапатталды. Дәл осындай мәртебеде Хуршидбек Маляев марапатталды. Нұрсұлтан Күлімжаев марапатталды. Және де спорт шеберлерінің үздіктері деген марапатталды. Қошеметтеп қойыңыздар.
ұжымымен бірге біздің спорт дене шынықтыру сабағының жаңа мұғалімдермен біргелесіп, спорт залда өз алдарына жаңа қосымша тренировка дейді ғой, сол жаттығулар өтіп жатыр. Балдарға жақсы жағдай жасап, жаңағы барлығын дайындап беріп жатырмыз. Біргелесіп, балдар енді ауылда құр жүрмесін деп, уақыты бос өтпесін деп, өте көп біздің оқушыларымыз үстіп келіп жазылып жатқан осы тренировканың арқасында, дайындықтың арқасында жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Былтыр өздеріңіз білесіздер, республикалық деңгейде ұшқыр топ ойынында ұлдар командасы да, қыздар командасы да бірінші орын алды. Енді жалпы осы мектепте қанша оқушы дәріс алады? Жалпы дене шынықтыру сабағына деген қандай көңіл болса да, аптасына әр классқа қанша рет өтеді? Сол жайында өтсеңіз. Мектепте жалпы бізде 397 оқушы бар. Ол жаңағы дене шынықтыруға қызығушылығы өте керемет. Аптасына 3 сабақ болады. Барлығы жаңағы практикалық түрде оқушылар дайындалады. Кәдімгі өздерінің сабақ жоспар бойынша сабағы, ал күніне 2 рет, аптасына 5 рет сол жаңағы дайындық жаттығулар болады. Қосымша жаттығулар болады. Жақсы, рахмет. Біріншіден гандбол ойнап жүргеніме осы жылы уже 6 жыл болады. 6 жылдан бері гандболмен айналысам. Гандболда жетістіктерім өте көп. Құдайға шүкір, осы тренердің арқамызда бәрі. Көп жерлерге барғам. Қазақстан, Павлодар бар, Өзбекстанға барғамыз, Алматы бар, Шымкент. Қазақстан чемпионатында Қарағанды 2 мектеп арасында 3-ші орынға ие болғанбыз. Мектеп лигасынан 1-ші орынға ие болдық. Өзбекстанда международный жарыста 3-ші орын алғанбыз. Жалпы осы гандболмен және болашақта мектепті бітіріп, гандболға клубқа түсем ба деген ойдамын. Сол мақсатыма жетуге тырысамын. Жалпы енді осы аптасына қанша рет шұғылданасыздар гандбол спортымен? Аптасына 4 рет. 4 рет тренировкаға келеміз, тренировка жасаймыз 4 рет аптасына. Ат жөнінде айтыңызшы. Ат жөнім Кенжебаев Әлбек Асылбекұлы.